Қазақтың тойы бітпесін дейміз ғой, бірақ пятница, суббота, воскресенье той енді. Той болмаса соңғы жағынан араласшы тәтсей. Енді деген халық тоқтап отырған жоқ енді. Тоқтап отырған жоқ ешқандай. Енді шығын деген жетеді енді. Оларға күшті шығар енді, бір той жасайтындар, бір баласына той жасайтындар бар, ештеңе емес. Енді 4-5 той, бір жеті 3 тойға барсаң нең қалады енді? Ештеңе қалған жоқ қой. Ақшаны аласың, санап бересің, все. Ол деген жігіттер қалай тауып келеді, еркектер ақшаны. Былай отырып тауып келеді олар. Мынандай ысыда кеше мысалы КамАЗда кетіп баратыр, КамАЗ айдайтындар. Порткасын ашып қойып, екі жағын кран айдайтындар. Соны біздер келіншектер енді еркектердің ақшаларын шашып жатырмыз аямай. Бір тоймен кетіп қалады, екінші айда ақша жоқ. Бір тоймен кетіп қалады, екінші айда ақша жоқ. Оны ойбай біздерде ақша көп, біреу жазып жіберді, енді кредитке той жасадым ғой, оны ақтадым ғой дейді. Ал ақтадың, 5 жыл бойы қалай ақтадың сен? Ойбай, ананы төлеген сайын ішің күйіп баратыр. Жасыратын жоқ, оған ойбай, біздер гүлміз демей қойыңдар. Ешқандай ешкім гүл болып жүрген жоқ. Мынау деген тоқтайын деп отырған жоқ, той деген. Ал несін үйге жасасаң, сен ештеңе апармайсың ғой. Баяғы ағайындар саған 50 мыңдап жина, 100 мыңдап жина деп ешкім айтпайды. Себебі бәрін әкеледі, сол үйде малын сояды, бірдемелерін пісіріп әкеліп береді. Біз ештеңе осы біз неткен жылда деген ешқандай подарка апарып көрген жоқпыз, тойға ойлап отырсақ. Қазір обязательно ақша қолыңа қарап тұрады. Оны ойбай, тек бүйтіп айтасың, байлар бүйтіп жасайды деген қоя қойындар құрсын. Қоя қойсаң, қоя қойыңдар шеш. Бәрі шындық қой, шындық. Шындықты шырылдап отырып айту керек. Дұрыс емес па? Вообще-то мені қолдап қойыңдар, лайк басып қойыңыздар.